Ұстаздық еткен жалықпас шаһарымыздағы Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернатының мұғалімі Динара Қапарова республикалық үздік педагог 2022 байқауының жеңімпазы атанды. Ұзақ жылғы еңбектің жемісін көрген ұлағатты ұстаздың қуанышын біздің түсірілім тобы бөлісіп қайтты. Ұлытаулық ұстаздың биігі шәкірттеріне мақтаныш, мектебіне мәртебе, ал жаңадан құрылған облыстың білім саласының алғашқы белесі. Динара Қапарова 20 жылдық тәжірибесі бар білікті педагог. Еңбек жолын 2002 жылы Жезді кентіндегі номер 6 орта мектепте қатардағы мұғалім болып бастаған сол кездегі жас маман, бүгінде Абай атындағы мамандандырылған мектеп-интернаты директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Республика бойынша 5,5 мың ұстаз бақ сынаған доданың алдымен қалалық, кейіннен облыстық кезеңінде үздік атанып, Астана қаласындағы ақтық сында да жеңіс тұғырынан көріне білді. Үздік педагог сайысы 2012 жылдан бастап өткізіліп келе жатыр. Бұл жалпы педагогтер үшін үлкен бір мотивация деуге болады, үлкен мәртебе. Бұл сайысқа қатысуды мен енді бұрыннан армандайтынмын. 2013 жылы естіп, негізі осы сайысқа қатысқанмын. Республикалық кезеңге дейін барғанмын. Бірақ республикалық кезеңде өкінішке орай енді бабымба жетпей қалып, бірақ министрдің құрмет грамотасын алып қайтқан болатынмын. Содан бері өзіме мақсат қойдым. Жалпы осы үздік педагог конкурсына міндетті түрде қатысамын, жеңімпаз атанамын деген өзіме мақсат қойып, соған байланысты жұмыс жасай бастадым. Әрине, әр аймақтың таңдаулы деген тіс қаққан педагогтері бас қосқан финалдық сайыста топ жару кімге де болсын оңай емес. Елордада өткен республикалық жарыс 2 кезеңнен тұрған. Бірінші кезеңде қатысушының кейінгі 3 жылда жеткен жетістіктері сараланса, екінші кезеңде ұстаздар Астана қаласының мектептерінде сабақ өткізген. Барлық сайыс бойынша үздік атанған Динара Қапарова дипломмен қатар 3 миллион теңге көлеміндегі қаржылай сыйақыны оқу ағарту министрінің өз қолынан алды. Кез келген нәрсеге, кез келген, мысалы, менің қолымнан келмейді деген нәрсе болмайды. Көз қорқақ, қол батыр дейміз. Ол үшін еңбек етесің. Қаншама жыл еңбек етіп, өзіңде шығармашылық сайыстарға қатысуың керек. Шәкірттеріңді де шығармашылық сайыстарға қатыстырып, олардың жетістіктерін көрсету керексің. Сондықтан да еңбек еткен міндетті түрде мақсатына жетеді. Осындай мүмкіндікті сыйлап отырған жалпы Ұлытау облысының білім басқармасына, өзіміздің мектебіміз, Әлия Сүменқызы бастаған ұжымыма осы орайда ерекше алғысымды білдіргім келеді. Сәби шағынан еңбектің нан тәтті деген қазақтың қанатты сөзін ғұмыр жолына шамшырақ етіп алған Динара Оңғонысқызы оң қадамдардың бастауында қашанда адал еңбек тұрады дейді. Мінездің күн шуағы мен жүректің батырлығын қажет ететін мәртебелі мамандық иесінің тұғыры жас буынға үлгі болмақ. Мұқағали Сейітқазы, Мейіржан Мырзахмет, Дидар телеарнасы.